Достар, енді қазір біз бірге жиналатын боламыз. Мен қазір кетіреде өзіме болады, істіме ниетімді көрсететін боламын. Ең біріншіден, міндетті түрде осындай колготки, оның сыртынан мен осындай қара шалбар киетін боламын. Ал енді үстіме осындай ақ футболка және де бұның сыртынан осындай жемпір. Міне достар, бізде итог осындай образ шықты. Өте жылы, комфортный, ыңғайлы болу керек бірінші орында. Себебі ол жақта біз жасайтын боламыз. Енді мен мойныма осындай тағып алдым. Қолымда мынандай және құлағымда. Все, мен дайынмын. Және де өзімен бірге осы сумканы алатын боламын. Енді қазір осының ішіне салатын заттарды бірге дайындайтын боламыз. Достар, міне қазір осы сумканы бірге жинайтын боламыз. Бұл сумкаға мен, конечно, макет жасауға керек заттарды саламын. Ол біріншіден осындай ақпараттар. Біріншіден общем алдым на всякий случай. Екінші, бізде бұл осындай түрлі түсті қағаздар, цветной картон. Оның ішінде неше түрі бар. Качествосын неше түрі бар, осыдан аламын. Енді екінші бізде осындай менің сабаққа ұстайтын пеналым. Оның ішінде бізде қызыл ручка, қара ручка, замазка, көк ручка және осындай стикер и карандаш. Осыны да алып баратын боламын, себебі біз жазуымыз мүмкін. Келесі ол бізде қайшы, осындай обычный клей. Осындай прозрачный клейлер өте күшті жабыстырады. Потом мынандай тоже стикер, бірақ қандай прозрачный стикерлер. Штауш. Керек болмаймын, білмеймін. Сосын мынандай скотч, двухсторонний. Өшіргіш. Міндетті түрде зарядка. Міндетті түрде сызғыш. Және ең басты зат бұл бізде осындай клей. Болды, осы заттан салып, менің сумкам дайын болды. Ендеше біз қазір уже шығатын боламыз, сағат 9:30 уже 10 болып қалды. Достар, мен библиотекаға кетпей тұрып, әлі таңғы асымды ішпедім, сол үшін қазір булочка бір нәрсе жеп алайын деп, Сымбат екеуміз тоймартқа сатып алуға бара жатырмыз. Соны жеп, сосын үйге келіп, соны жеп, сосын үйден шығатын боламын. Біз келдік. Вот біздерге нан, Сымбат сосиска, мынандай 2 булочка и мынандай сгущенка и альбени алдық. Достар, мен таңғы асымды ішіп уже үйден шықтым. Короче, қазір остановке бара жатырмын. Дала капец суық, сол үшін мен капюшонды киіп алдым. Достар, мен келдім кітапханаға. Кітапхана ана жақта. Алматы аренаның қасында орналасқан. Мен всегда бірінші рет келетін.
Бұл жерге келмегелі 2 жыл болыпты. 11 сынып оқығанда күнде осы кітапханаға келіп сабақ оқитынбыз. Дала капец суық. Біз кірдік. Biz қалай кірерімізді білмей тұрмыз. Сені бар? Қылжы түрген беріп қадам. Иә. Біз бірінші рет келіп тұрады дейсің. Манисік қадам көп көрінді. Міне бізде макет жасауға заттар. Менің жаңағы кеткен. И біз терезелерін осындай дискмен жасайын деп жатырмыз. Шолпан сатылыпты. Біз енді бастайын деп жатырмыз. Жасайтын затымызды. Бұл жерде қатысуға болмайды, себебі достар, біз макетімізді сыртын аэропортта осындай дисктермен қаптап жатырмыз, ал мен қазір соларды қиып жатырмын. Осылай полностью қаптап шығатын боламыз. Хотя бы за какой день? Да. Взяли клиенты шли. Мне по идее тоже должен. Как называется хотя бы? Посмотрим, что на них. Біздің міне екінші стенамыз ба? Екінші стенамыз дайын болды. Енді қазір үшіншісін жасайын деп жатырмыз. Сол. Біз мынандайдың төртеуін жасадық. Енді сол жерін жасайын деп жатырмыз. Аэропорттың жерін. Еще біз мына жерлерге тағы самолеттарды сызып істейтін боламыз. Осылай примерно болады. Бұл жобамен келдік. Отырып ішіміз пісіп кетті. Кішкене ішін аралайын деп шештік. Және де осының сыртында не бар екен? Типа Урбо кофе сатылатын жер. Сол жерден қазір, если жейтін бір нәрсе болса, алатын боламыз. Біз сыртқа шығып бара жатырмыз. Бір нәрсе жеуге алуға. Короче, магазинге. Іші осындай. Қайда осы? Магазин қайда еді? Мен, короче, нелерін білмейді. Осындай заттар алдым мен. Енді қазір соның ішіне алып жейтін боламыз.
Міне. Мына шолпанның алған заттары. Короче, осындай витпен обед ішіп жатырмыз. Осындай біз тамағымызды ішіп болдық. Енді қазір ары қарай жалғастыратын боламыз. Жасауымыз. Қайшының қиясы. Қойсын. Biz уже аэропортымызды құрап бастадық. Шолпан жабыстырып жатыр. Ыстық кілеммен бірге. Бізге мына артын қоршау қиын болып жатыр. Шолпанға қиын болады. Мындай өлшеп істеу керек екен бәрін. Бірін істеп қойдық. Удачно шықты. Енді отырмыз. Мына жерде өлшеп алдық. Өлшеп алды Шолпан. Енді қиып жатыр. Қазір көреміз. Дұрыс істедім ба, істемедім бе? Не басып кетті? Не басып кетті? Аяғыма? Аяғы асып кетті. Ана жоқ, сол жоқ. Мен альфамен алдым ғой, қарасай. Альфа ма? Ой. Альфа дедің ба? Бұл ақпарат. Осындай, короче. Мынау біздің аэропортымыз. Жаңа біз осындай самолет жасадық. Есіктен көріп. Күшті болып тұр ғой. Күн түсіп вообще. Достар, біз енді самолеттің жүретін жолын жасап жатырмыз. Сағат уже 6 болды. Күн батып келе жатыр. Достар, итог осындай болды. Жолында консумат үйге барып, Шолпан жалғастыратын болады. Үйге қайтамыз енді. Осыншама бір пакетіміз шықты. Біз шықтық. Дала күшті болып тұр енді, қараңғы батпай. Тез-тез үйге жетіп алу керек. Үй автобуста тез-тез келсе екен. Дала осындай болып тұр. Осындай болып шықты. Самолеттері бар. Сөздің ғана радысы қалды. Қазір осы жабыстырамыз. Достар, мен қазір ғана сабақтан келдім. Бүгін макетімізді тапсырып болдық. Бәріне ұнады, бәрі күшті деп жатыр. Ең бастысы өзімізге ұнады, апайға да ұнаған сияқты. Балымызды әлі қойған жоқ. Енді көреміз балымызды. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Өте жақсы идея болған.
Және де осы біздің бүгінгі влогымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де макетті 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер.